Сәлем достар, қалайсыздар? Мен сіздерге өткенде айтып едім, Дулат Исабековтың «Тыныштық, күзетшісі» деген кітабын оқып жатырмын деп. Осы кітапты оқып аяқтадым. Бұл кітапта екі хикая жазылған, «Тыныштық, күзетшісі» және «Біз соғысты көрген жоқпыз» деген екі хикая жазылған. Мен Дулат Исабековтың бұдан бөлек «Гауһарда» және «Сүйекші» деген кітаптарын оқыдым. Маған өте қатты ұнады. «Тыныштық, күзетшісі» де маған ұнады. Оннан 10 деген балл беремін. Бұл кітапта, яғни соғыс жайлы, сол соғыс кезінде болған оқиғалар жайлы жазылған, яғни Демесін деген бала болады. Оның 5 жасында ата-анасын көз алдында мылтықпен атып өлтіріп кетеді. Содан кейін оның несі жынды деп көбісі айтады. Жындыханаға жіберу керек бұл баланы деген сияқты. Сөйтіп оны тыныштық күзетшісі деп сайлайды. Ары қарай өздеріңіз оқыңыздар, өте қызық кітап. Енді мен бұл кітапты оқып бітіргеннен кейін басқа кітап оқиын деп шештім. Мұхтар Мағауин деген авторды білесіздер ме? Мен бұл Мұхтар Мағауинді шығармаларын бірінші рет оқиын деп тұрмын. Бұрын естігем, және көп адамдар маған совет берді осы кітапты оқуға. Бұл кітап «Әйел махаббаты» деген кітап біріншісі. Екіншісі оқиын деп жатқан кітабым орысша кітап «Иди туда, где страшно» деген кітап. Осы екі кітапты оқимын деп шештім. Мен осы айда өте көп кітап оқып жатырмын. Осы қараша айында оқыған алғашқы кітабым «Тыныштық, күзетшісі». Енді Мұхтар Мағауиннің «Әйел махаббаты» және де Джим Лоулестің «Иди туда, где страшно» деген екі кітабын оқимын деп шештім. Екеуін бірге оқимын деп ойлап отырмын. Және де қашан аяқтайтынымды білмеймін. Осы қараша айында бұдан да басқа оқитын кітаптарым өте көп. Сіздерге де кітап оқуға кеңес беремін. Ал сау болыңыздар. Осы екі кітапты оқып бітіргеннен кейін өзімнің ойыммен бөлісетін боламын.